Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 2023 жылдың жаз мезгілінде Астананың орталық мешітінде ерекше көрікті жер ашылды. Кез келген адам туристік мұнараның ең жоғарғы нүктесіне көтеріле алады және елорданың сол жағалауының керемет көрінісін және оның таңғажайып инфрақұрылымын. Сондай-ақ мешіттің керемет күмбездерін және айналасындағы саябақ аймағын тамашалай алады. Мешіттің 4 мұнарасы бар, әр қайсысының биіктігі 130 метр. Мұнаралар исламның 5 тірегін бейнелейтін 5 бөліктен тұрғызылған. Айтпақшы, бұл мұнара туристік болып табылады. Мешіттің толық видеошолуын көру үшін біздің арнаны қараңыз, жазылуды ұмытпаңыз. Енді мешіттің жоғарғы жағына көтерілейік. Ойын алаңы мен сауда орындарының жанында лифтке кіру мүмкіндігі бар. Онда туристер жоғары көтеріледі. Кіру құны 1500 теңге, ал 14 жасқа дейінгі балаларға тегін. Төлем QR арқылы немесе турникетке орнатылған терминал арқылы кез келген банктік карта арқылы жүзеге асырылады. Енді біз бір топ адамдармен лифт бөлмесіне келдік. Айтпақшы, жерден 100 метрден астам биіктікке көтерілгісі келетіндер көп. Лифтте тек 5-10 адам көтеріле алады. Туристік мұнара таңертеңнен кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Міне, бақылау алаңына көтеріліп, қаланың керемет көрінісі ашылады. Сыбырқақ домбыра түрінде жасалған, ал жасыл саябақ аймағы осы жылдың жазғы кезеңінде әдемі болды. Оған өсімдіктер отырғызылып және құрылыс жұмыстары аяқталды. Осы жағынан мәңгілік ел даңғылы Қабанбай Батыр көшесімен қиылысады. Оның соңында әуежайдың күмбезі көрінеді. Мешіттің таңғажайып көрінісі. Алдыңғы жағынан мега орталық Экспо Абу-Даби Плаза көрінеді. Жалпы сұлулық сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осымен біз шолуды аяқтаймыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.